Мен сіздерге үш себеп айтамын Қазақстанның орнына Қытайда оқу тиімді екенін. Егер сіз қазір 9-шы сыныпта немесе 11-ші сыныпты бітіріп жатқан оқушы түлек болатын болсаңыз, сізде қазір таңдау тек қана Қазақстанға түсу ғана болып тұр, ата-анаңызбен бірге әрине. Мен бұл видеоны соңына дейін қарауға сіздерге кеңес беремін, өйткені Қазақстанға қарағанда шетелде, яғни Қытайда немесе Түркияда оқу сіздерге тиімдірек болады. Қазір енді жалпы Қытай туралы айтайық, не себептен Қытайда оқыған сіздерге тиімді болады. Біріншіден, сіздер ешқандай емтихан тапсырмай, Қытай тілін білмей, грантқа түсу мүмкіндігіңіз болады. Яғни тегін оқисыз, жатақхана беріледі және стипендия алу мүмкіндігіңіз де болады. Екінші себеп халықаралық диплом. Яғни сіздің дипломыңыз жақсы болған себептен сіз деген шетелдік компанияларда жұмысқа тұрып, ол жерде 2000-3000 доллардан жоғары айлық алуыңызға мүмкіндік болады. Үшінші себеп ол деген білім сапасы. Қытайда білім сапасы бойынша әлемдік деңгей топ мыңдық көп университеттер топ мыңдыққа кіреді. Ішіне атап кететін мысалы университеттер бар. Цинхуа университеті мысалы әлемдік университеттердің ішіне 17-ші орын алады. Ал Пекин университеті мысалы 23-ші орын алады. Көріп отқаныңыздай, Қытайда оқу сіз үшін тиімді болады. Яғни сіз деген бір тілді үйреніп келесіз, дипломыңыз бәрі керемет болып келеді. Егер қалай Қытайға түсу жөнінде білгіңіз келетін болса, менде пошаговый гайд бар. Оны алғыңыз келетін болса, комментарияға гайд немесе грант деп жазып кетіңіз, мен сіздермен бөлісетін боламын.